Ассалаумағалейкум құрметті миллионер, сіздермен бірге мен Зе Қымбет трейдер арнасы. Сонымен достар, бүгін біз Binance Futures арқылы сауда жасайтын боламыз. Нақтырақ айтатын болсақ, мен уже Futures пен сделкаға кіріп қойдым. Енді сол бойынша сіздерге түсіндіремін, не себепті кіргенімді, және де осы бойынша мен уже take profit, stop loss қойып қойдым. То есть менде егер stop loss срабатывает етілсе, мен $1.74 жоғалтамын. Егер take profit срабатывает етілсе, мен примерно $3,5 ұтатын боламын. То есть 1 к 2, 1 к 3 деген секілді. Мен ақырындап соларды қателіктерімді жөндеп жатырмын. Себебі бұрында мен как попало кіре беретінмін. Қазір былай айтқанда трейдингте кірген кезде бірінші сіздің табысыңыз, мысалы сіз сделкаға кірдіңіз, сделкаға кірген кезде табысыңыз $30 болатын болса, ал минусыңыз бір $5-10 болу керек максимум. То есть минусыңыз әрқашан табыстан азырақ болу керек. Онымен қоса, егер сіздерде Binance биржасында аккаунт болмаса, мен арнайы бір ұсыныс жасап қойдым сіздер үшін. 16 тамызбен, осы айдың 16 тамызбен келесі айдың 16 қыркүйегіне дейін $5 бонус менен лично тарататын боламын. Бұл айтқанда бұл за регистрация, егер сіздерде Binance аккаунт болмаса. То есть сіздер қалай? Сіздер регистрация жасайсыздар, менің сілтемем арқылы, обязательно реферал сілтеме арқылы жасау керек. Сол кезде сіздер 20% бонус аласыздар комиссияға, плюс $50 ваучер аласыздар. Бұл комиссияны толығымен жабатын болады. И үшінші, сіздер $5 бюджетімен бонус аласыздар. $5 сіздер өзіңіз білесіздер, шығарылсаңыз болады, басқа біреуге аударсаңыз болады, немесе $5 бір криптовалюта сатып алсаңыз болады. Ну, минималды $10, там кішкене жетпеуі мүмкін. Бірақ енді осындай үш сіздер тиімді нұсқа аласыздар егер менен сілтемем арқылы өткен кезде. Міне менде TradingView сайтында Unfi графикасы ашылып тұр. Осы графикада мен 3 бұрыш көрдім. 3 бұрыш бойынша мынау жақтан мен жоғары кірген болатынмын. Жоғары кірдім и take profit пен stop loss сразу қойып қойдым. Егер мынау бізде пробитие болып төмен қарай кететін болса, онда мен уже stop loss жабылып $1.74 жоғалтатын боламын. Егер мынау жоғары шығып, немесе там жоғары кішкене пробитие болатын болса, онда уже $3,5 табыс табамын. Сол себепті мен бұл жерде уже бір қатты переживать етпеймін. Егер мен дұрыс таппасам, немесе дұрыс тапсам деген секілді уже stop loss, take profit қойып қойдым, болды. Ары қарай қалай болады маған уже маңызды емес. Мен достар, сіздер көрдіңіздер, енді мен тек қана күтетін боламын, себебі бұл уақытпен өте көп уақыт алады. Сіздер үшін 1 секунд уақыт алуы мүмкін, ал мен үшін бұл бірнеше сағат уақытты алуы мүмкін. Сол себепті от души лайк басамыз, бірнеше секундтан кейін сіздер ораласыздар, мен бірнеше сағаттан кейін оралатын боламын. Сонымен достар, сіздердің алдарыңызда мен бірнеше сағаттан кейін қайтып оралдым. Бұл сіздерге 1 секунд болуы мүмкін, бірақ маған бірнеше сағат болды. Енді қараңыз достар, менің сделка минус болды, бірақ мен минус болардың алдында мен кішкене стоп лоссымды көтерген болатынмын. Мына жақтан қараған болсаңыздар, менде сделкаға кірдім осы маңайдан. Қазір мына былай сіздерге анық көретіндей көрсетейін. Міне бізде мен сделкаға кірген болатынмын, одан кейін бізде жоғары көтеріп барып, сосын бар-барға пробитие болды. Жоғары көтерген кезде мен стоп лоссты кішкене жоғары көтердім, чтобы мен расходым, то есть менің минусым -1 болатын. То есть мен бұл жерде мен $1.74 орнына $1 жоғалттым. Енді қараңыздар, менің минус болғаннан кейін мен бұл жақта не істедім? Ең бірінші графиканы алыстаттым. Сосын барып мына жақтан бір қарасам, бізде глобальный уровень бар екен. Міне. Осы жақтан бізде отскоктар кеткен. И мына жақта бізде көріп отқандарыңыздай, мына жақта менде минусқа кетті. То есть мына жаққа жоғары шықпай, төмен қарай кетті. Сосын барып мына жақтан қарайтын болсақ, тоже мына жақта бізде жақсы бір уровеньде тұр. Міне осы уровень бойынша бізде отскок кетті. И бізге мына уровень қазір жақындап тұр, бірақ мен қазірше кірмеймін. Мен бұны кішкене күтемін. Себебі бұл жақта кішкене бір ары бері жүру мүмкін. Можно ары қарай төмен кетуі мүмкін. Сол себепті мен бұны күтіп, сосын барып сделкаға кіретін боламын. Бірақ мына жақта мен скорее всего жоғары кіруге менде желание бар. Мен достар, осылай мен минус болған кезде әрқашан анализ жасап, бақылап отыратын боламын. Онымен қоса бұларды мен тағы қосымша зерттеймін, YouTube-тан қараймын, не себепті там паттерн может болды ма екен, яқты тағы да басқа бірдеңе деген секілді. Сол себепті достар, егер сіздер трейдингпен айналысқыңыз келсе, лучше ешкім тыңдамай, азғантай суммаға ешқандай маржа, плечо алмай, просто сделкаға кіріңіз. Там $0.1 болсын, $0.1 болсын, разница жоқ. Ең басты сіздер рынокта болу керексіздер. Рынокта болған кезде сіздер уже примерно түсіне бастайсыздар, чем просто отырғаннан гөрі, қарап отырғаннан гөрі өте аз суммаға, вот минус $0.1, $0.5 минус болсын, бірақ сіздер рынокта болу керексіздер. Міне осылай мен уже анализ жасап басқа графикалармен салыстыратын боламын. Сол себепті міне осындай менде
сіздердің алдарыңызда тәжірибе болды. Мен достар, сіздердің алдарыңызда осылай өз минусымды көрсеттім, а то көп трейдерлер минустарын мүлдем көрсетпейді. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Любой YouTube'қа кірсең көбісі міне осындай плюс болды, осындай плюс болды, как будто бүкіл сделкалар плюс болатындай, бірақ ешқай минусын көрсетпейді. Ал менде барлығын көрсетсе, минус болса минус болады, плюс болса плюс болады. Міне сіздердің алдарыңызда көрсеттім. Осылай мен сделка минус болды. Сіздерге өздеріңізге бір пайдалы ақпарат алсаңыз, әрине лайк, подписка басып отырыңыздар. Сіздерден болған мен Зия Қымбет трейдер арнасы. Барлығымызға чики-пау.